Ассалаумағалейкум баршаңа. Мынау ОВД-2 диагностикалық құрылғы автокөліктерге диагностика жасайтын ақауларын анықтайды. Бұл кез келген көлікке барады, қаланы аралап, сервис іздеп, өйтіп уақытты жоғалтпай, осыны мынау бір азғантай ақша тұрады, интернеттен сатып алуға болады. Осыны пайдаланып, көліктің ақауын анықтап алуға болады. Бұл жерде мысалы Camry автокөлігі рөлдің астында тұрады, радиом, оны арнайы көрсете кетемін қазір. Неке рөлдің астында осындай радиом тұрады. Осыған құрылғыны жалғаймыз. Жалғағаннан кейін замок зажигания дейді, кілт ашып қоямыз. Сол кезде сізде индикатор жанып тұрады. Көлікті от алдырмаймыз, тек қана кілтті ашып қоямыз. Содан кейін Bluetooth ашамыз. Android телефондарда Bluetooth ішінде список болады. Яғни доступный устройство списокі шығады, тізім шығады. Сол жерде OVD-2 деген тұр, соған кіреміз. Бұл жерде стандартный пароль астында жазылып тұр. 4.0 немесе 1.2.4 деп. Бізде 1.2.4. 1.2.4-те енгіземіз. Содан кейін подключение батырмасын бассақ, сопряженное устройство деген тізімге қосылады OVD-2 деген. Содан кейін Play Market қосымшасын ашамыз Android телефонынан. Поискіге диагностика авто деп жазсамыз. Іздегеннен кейін осындай тізім шықты. Міне, барлығы да осы OVD-мен жұмыс жасайтын қосымшалар. Соның ішінде өзіме қатты ұнағаны Car Scanner болды. Соны көрсете кетейін. Car Scanner қосымшасын ашқаннан кейін сізде осындай көрініс пайда болады. Яғни главный меню, бастапқы меню. Соның ішінде настройкаға кіреміз. Настройка ашылады. Ішінде адаптер OVD дегенге басамыз. Сол жерде Bluetooth-ді таңдаймыз. Выбор устройства дегенге барамыз. Имя устройствоның үстінен басамыз. Сол кезде сізде тізім тұр. Bluetooth-да табылып тұрған тізімдер ғой жаңа. Соның ішінде OVD-ны таңдаймыз, OVD-2-ні. Бұл жерде имя устройства OVD-2 деп шығады. Кейін батырмасын басамыз. Профиль автоға кіреміз. Бұл жерде барлық автокөліктің тізімі тұр, маркалар жазылған. Бұл жерде маған керегі Toyota. Toyotаны таңдаймын. Ішіне кіргенде вазовый датчики деген тұр, ең бірінші стандартный да. Мен өзіме көбіне мына 2010-нан жоғары Camry деген бар, соны таңдаймын өзім. Окей. Таңдалды. Артқа қарай қайттан шығамын. Астында подключить, яғни қосылу батырмасы тұр, соны басам. Қосылу жүріп жатыр процесс. Успешно подключено дейді. Яғни жақсы қосылды дейді. Енді все датчики деген менюге кірсем, барлық ішіндегі құрылғылардың автокөліктің жағдайын көрсетіп тұрады осы жерде. Температура, состояние воздуха дейді, охлаждающие жидкости, статус топливной системы, барлық осы жерде. Датчик кислорода, барлық осы жерде көрсетіледі. Немесе кейін қарай шығам. Ошибки деген батырманы басам. Сол кезде мынандай стандартный шығады өзінің, яғни белгіленіп тұрған. Астында прочитать дегенді басам. Міне, қазір менде 2 ошибка көрсетіп тұр автокөлікте. Бұны ошибканы білу үшін анайда нажмите, чтобы найти расшифровку в интернете деген тұр. Сол жерде басамыз. Соны бассам, маған автоматты түрде браузерге өткізеді де, маған осы ошибка туралы барлық ақпаратты шығарып береді. Барлық сайттардың тізімі шығады. Қалаған сайттан кіріп, себебін оқуға болады. Міне, барлық сайттардың тізімі. Мысалы, біріншісіне кірдім. Бұл жерде міне себебі шығып тұр. Низкий заряд батареи, возможные причины, да? Пусковые система.
низкокачественный топливо, засорен топливный фильтр. Осылардан болуу мүмкүн деген, яғни болжамды айтат. Осы аркылуу аныктоого болот. Артка карай чыгам. Астында очистить дейтин батырма бар. Сол батырманы бассам, очистить только найденные ошибки дегенди бассам, ары карай міне өзү тазалап чыгады. Менде щиток приборда жанып турган чектин сурети өчөдү, барлыгы калыптуу болот. Осылайша барлык СО аралап, боско убакыт өткізгенше кез келген жерден өстеп акыбаларын аныктап алууга мүмкүндүк. Бул эми көп жерде орусча контенттер го, орус тилинде сүйлөп атат. Мен барымча казакча түшүндүргүм келди. Рахмет. Келесі көріскенше біздің каналға тіркеле кетіңіз. Алда жақсы әлде де осындай видеолар саламыз.